Кайырлы күн достар. Өтө дәмді фунчоза салатын дайындайтын боламыз. YouTube каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып сөйлеп таңдап қойыңыздар. Сол кезде жаңа рецепттерімді жіберіп алмайтын боласыздар. Ең әуелі фунчозаны ып-ыстық суға салып қойып қоямыз. Фунчозаны қайнатып керек емес. Тек ыстық суға осылай малып қойып қоямыз. Енді етін дайындаймыз. Қызып тұрған сұйық майға соломка етіп туралған сиыр етін салып, оған тұз қосып, өзіңізге ұнаған дәмдеуіш қосасыздар. Дәмдеуішті қоспасаңыз да болады. Соя тұздығын қосып, аздап су құямыз. Еті жұмсарғанша бұқтырып пісіретін боламыз. Яғни суы тартылғанша бұқтырып пісіреміз. Ыстық суға салып қойған фунчозамызды ыдысымызға саламыз. Сәбізді бүккіштен өткіземіз. Ыдысымызға салып, бұқтырылып піскен етімізді де саламыз. Свежий қияр мен қызанақты ұзынша етіп турап қосамыз. Сарымсақты қолмен ұсақтап тураймыз. Кинза немесе петрушканы осылай үзіп қосамыз. Кориандр, қызылбұрыш және тұз қосып, қызып тұрған сұйық майды үстіне құямыз. Сұйық май сарымсақ пен дәмдеуіштердің үстіне құйылуы керек. Бұл салатқа қалауыңызша чили ащы бұрышын қоссаңыз болады. Және қалауыңызша 9% сірке суында қосып жіберсеңіз болады аздап. Мінекей салатымызда ең өте дәмді болып шығады. Бәріңізге жасауға кеңес беремін. Видео ұнаса достарыңызға поделиться етіп, лайк басып, пікір қалдырып қоюды ұмытпаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.